Bir күні пайғамбарымыздың қарны ашып, қызының үйіне барайын, бәлкім жейтін бірдеме табылар деп жолға шығады. Қызы кім? Қызы Фатима анамыз. Барса, есікті қызы Фатима ашып, сонда пайғамбарымыз сұрапты: Фатима, үйде жейтін бір нәрсе бар ма? Деген кезде қызы көзіне жас алып: Әкетайым, біз Али екеуміз бір күн бойы жейтін еш нәрсе таба алмадық депті. Пайғамбарымыз көзіне жас алып: Қызым, мұңайма, біз 3 күннен бері жейтін еш нәрсе таба алмадық депті. 3 күннен бері жейтін еш нәрсе таба алмадық депті. Ойлаңыздаршы, пайғамбар Аллахтың хабибім деген құлы қалай өмір сүргенін көрдіңіздер ме? Біздің жегеніміз алдымызда, жемегеніміз артымызда. Ата-анам сенің жолында құрбан болсын, саған жаным пида деп жүрген пайғамбарымыздың басына келген қиыншылықтардың 1000-1-і егер бізге келетін болса, валлахи айтайын, қатты болса да дінді тәрк ететін адамдар бар. Аллах бізге өзінің дінінде фақих болуды нәсіп етсін.